Сәлем достар, сендермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Сендер расында да ертегі тыңдағанды жақсы көресіңдер ме? Ендеше, мен сендерді Ордакеңнің қиял ғажайып әлеміне бірге саяхаттауға шақырам. Дайынсыңдар ма? Ендеше, кеттік! Достар, біздің бүгінгі алғашқы оқитын ертегіміз өте ақылды да ақын Ақбөкен жайында болмақ. Жалпы сендер Ақбөкеннің қандай жануар екенін білесіңдер ме? Ол жыртқыш ба? Әрине жоқ. Ендеше біз бүгін Ақбөкеннің қандай жануар екенін толығырақ білетін боламыз. Ендеше ертегіні мұқият назар аударып тыңдай ғой. Ерте заманда аң құстардың сүйікті мекеніне айналған кең жазиралы дала болған екен. Ну орманы да, айдын шалқар көлі де бар сол далада жай жануарлар да, жыртқыш аңдар да қатарласа ғұмыр кешіпті. Осынау ғажайып мекенде өзінің тапқырлығымен аты шыққан бір Ақбөкен өмір сүріпті. Жаратылысы нәзік жануар болса да, ол ойының ұшқырлығының арқасында талай қауіп-қатерден сытылып кетіп отырады екен. Қиындық туындай қалса, Ақбөкен қорқудың орнына ақылға салып, тығырықтан оп-оңай жол табатын көрінеді. Өзінің ғана бас пайдасын ойламай, көптеген жануарларға көмегі тиген Ақбөкенді барлық аң-құс ақылды Ақбөкен деп құрметтейді екен. Күндердің бір күні әлгі Ақбөкен кең далада емін-еркін жайылып жүреді. Өзінің жеңсік асы көк майсаны жеуге қатты құмартқаны сонша қауіпсіздік туралы мүлде ұмытты. Оның бұл алаңсыз жүрісін жорыққа шыққан сол даланың әміршісі саналатын атақ құмар жыртқыш арыстан байқап қалады. Арыстан бірден жер бауырлаған қалпы дыбысын шығармай, ақырын ғана Ақбөкенге қарай аяңдап келеді. Алаңғал Ақбөкен арыстанды аңғарар емес. Таңғы асқа Ақбөкеннің етін жейтін болдым ғой деп арыстан іштей қуанып, одан әрі мысық табандап жақындай түсті. Кенет Ақбөкен өзінің ту сыртындағы арыстанды көзінің қиығымен қашса құтылмайтынын түсінген Ақбөкен бұл жерде тек қулықпен аман қалуға болады деп іштей ойлайды. Сол сәтте әне-міне өзіне тарпа бас салайын деп тұрған арыстанның жаққа кілт бұрылып, ассалаумағалейкум арыстан аға деп сәлем береді. Мұндайды бұрын көрмеген арыстан аң-таң: қалайсыз арыстан аға? Келгеніңіз жақсы болды. Сізді бір рет көрсем ғой деп армандаушым деп сөзін жалғайды. Арыстанның үнсіз қалғанын көрген Ақбөкен одан сайын алдаусыратуға тырысып, сол кезде мені сонда не үшін көргің келіп жүр деп сұрапты таңданған күйі арыстан. Сіз мені танымағаныңыз ба? Мен сіз туралы өлең шығарып жүрген ақын Ақбөкенмін ғой. Сіз туралы өлеңім ауыздан ауызға тарап, барлық аң-құс жатқа айтып жүр ғой. Өлең дейсің бе? Мен туралы ма? Деп арыстан қызығушылық таныта бастайды. Әрине сіз туралы. Ұлы даланың патшасы мына сізге өлең шығармағанда кімге шығарам? Қорқау қасқырға ма? Жағымсыз жолбарысқа ма? Деп Ақбөкен ақымақ арыстанға ұнайтын сөздерді айта бастайды. Марқайып, масаттанып қалған арыстан: дұрыс айтасың ақыным. Олай болса қане, оқы мен туралы бір өлеңіңді. Ақындық өнеріңді көрейік дейді. Өмірінде бірде-бір рет өлең шығарып көрмеген Ақбөкен еш саспастан сол жерде бір ойланып алып: көз тартатын алыстан, жеңілмейтін жарыстан, қиын қыстау кездерде жаумен жалғыз алысқан, сіздей мықты жыртқыш жоқ, аң патшасы арыстан деп табан асты өлең құрастырып жібереді. Бұл мақтаншақ арыстанның жанына майдай жағады. Өз туралы өлеңді естіген бойда қатулы қабағы ашылып, жүзіне күлкі үйіріле бастайды. Бәрекелді, міне ақын, өлең де болсын айт, тақырыбы да қандай керемет деп арыстан көңіл күйін басқара алмай қалады. Ақбөкен болса күнде арыстан туралы өлең шығарып жүргендей болып: ой ағасы, бұл жай ғана бір шумақ қана өлең ғой. Сіз туралы жазылған қаншама жырларды жануарларға оқып беріп, абыройыңызды асқақтатып жүргеніме талай жылдардың жүзі болды ғой деп арыстанға жағына түседі. Сөйтіп арыстанның көңіл күйі көтеріліп, Ақбөкенмен біраз уақыт әңгіме дүкен құрады. Бір кезде
қарны аш екені есіне түскен арыстан: ал жақсы Ақбөкен, мен сені аман қалдырайын, бірақ сенен басқа ақбөкендерді ұстап алып жеймін дейді. Өзін ғана ойламайтын Ақбөкен енді достары мен туыстарын құтқару міндеті тұрған бірден түсіне қояды. Содан тағы да қолқа басып, айғайлай күле жөнеліп, күлкісі келмесе де тоқтаусыз күліпті. Сонда арыстан: неге күлесің дейді таңдан. Сіздің әзілді жақсы айтатыныңызды көп естуші едім, расында да солай екен ғой. Тек піл, керік сияқты алып жануарларды алып жейтін аң патшасының Ақбөкен жеймін дегені шөп жеймін деген сияқты естілгені деп Ақбөкен тағы күліп алады да әңгімесін жалғап: айтпақшы ағасы, сіздің қорғансыз нәзік Ақбөкендерді қорғау деген жарлығыңыз туралы естіп риза болып қалдым. Керемет шешім екен. Сіз нағыз әділетті патшасыз деп арыстанның айтпағанын айтқандай етіп мақтайды. Дәл сол кезде арыстан өзінің Ақбөкендерді жегісі келген үшін қатты ұялады. Ол жарлықты шығарғаныма көп болмап еді. Сенің естіп алғаныңа таң қалып тұрмын. Бұдан кейін Ақбөкендерді өз қамқорлығыма алып, қауіпсіздіктеріңе өзім жауап беретін боламын дейді. Міне аңдардың ақылгөй дана патшасы деген осы болса керекті. Басқа еш жерде сіздей жомарт патша жоқ-ау сірә. Бірақ бұл керемет шешіміңізге анау қасқыр жолбарыстар бағына қояр ма екен? Деп Ақбөкен арыстанның шешімін нақтылап алғысы келеді. Бағынғанда қандай? Дәл бүгін жиналыс ашып, қарсы шыққандарды ауыр жазаға тартам. Ақбөкендер сияқты ақылды жануарлар қауіпсіздікте өмір сүру керек. Бұдан кейін сен менің жеке кеңесшім боласың деп арыстан соңғы шешімін шығарады. Дәл сол күні арыстан өзі уәде еткендей бүкіл жануарларға жарлық шығарыпты. Содан бастап Ақбөкендер сайын далада еш алаңсыз өмір сүріпті. Ал бір шумақ қана өлеңімен қаншама достары мен туыстарына қауіпсіз өмір сыйлаған Ақбөкенді барлығы құрметтей бастаған көрінеді. Және сол оқиғадан кейін оның ақылды Ақбөкен деген атағының жанына ақын Ақбөкен деген жаңа мадақ қосылған екен. Ал достар, қараңдаршы, қандай ақылды Ақбөкен, иә? Сендер дәл осы Ақбөкен сияқты ақылды болғыларың келеді ме? Кез келген қиындықтан жеңіл құтылғарың келсе, барынша Ақбөкен секілді ақылды болуға тырысыңдар. Ендеше достар, бүгінгі ертегім осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман, сау болыңдар.